Бүгінгі сабақта модуль ішінде f от x тең g от x түріндегі теңдеуді шешеміз. Егер модуль теңдіктің оң жағындағы өрнек g от x теріс сан болатын болса, онда теңдеудің түбірі болмайды. Себебі модульдің теріс сан шықпайды. Ал g теріс емес болатын болса, онда теңдеуді мына жағдайлармен шешеміз. G теріс емес болған жағдайда f берілген функцияның модульдің ішіндегі өрнек g-дің өзіне тең болуы мүмкін, немесе минус g-ға тең болуы мүмкін. Осы шартты қолданып, мына бір мысалды орындап көрейік. Теңдіктің оң жағындағы 2x минус 5-ті теріс емес дейміз, себебі теріс болса шешім болмайды. Үлкеніне тең 0-ден. Онда модуль ішіндегі өрнек тең болады 2x минус 5-тің өзіне. Бұл бір. Немесе жаңағы 2x минус 5-іміз теріс емес, ал модульдің ішінде тұрған өрнек тең болады минус 2x минус 5-ке. Осы жүйелерді шешеміз. Біріншісінен теңсіздікті шешіп алайық. X үлкеніне тең болады. 5-ті оң жаққа шығарамыз. Оны 2-ге бөлеміз. 2/5-тен үлкен сандар жиыны. Теңдіктің оң жағында тұрған өрнекті солға қарай өткізсек, x квадрат минус 6x плюс 8 деген теңдеу шығады екен. Енді бұл теңдеуді көбейткенде 8-ге, қосқанда 6-ға тең болатын сан, ол 4 пен 2. Яғни мына теңдеудің түбірлері 4 және 2. Мен жазсам болады x бірім 2, x екіншім 4 деп. 2 жерде 4-ің 8, 2-ге 4 қоссаң плюс 6. Енді бұл екі түбір сан түзілуінде кескінделу керек. Бізде x 2/5-тен артық болу керек. Теңдеудің шешімі болу үшін міне 2/5-тен артық, яғни түбір осы аралықта жату керек. Ал біздің табылған түбірлеріміз біреу 2, біреу 4 болды. 2 2/5-тен төмен, ал 4 2/5-тен жоғары орналасады. Сонда 2 мен 4-тің ішінде біздің шартты қанағаттандыратын түбір 4 болады. Себебі жаңа айтып кеттім, міне 2/5-тің оң жағында жататын түбір 4. Бұл теңдеудің түбірі болады. Ал 2 берілген аралықта жатпайды. Дәл осылай екіншісін шешеміз. Яғни x үлкеніне тең 2/5-тен минус шашаны ашып, бері қарай өткізейік. Сонда x квадрат, минус 2x, бері қарай плюс 2x, ендеше минус 2x болады. Плюс 5 болады, бері өткенде минус 5, ендеше минус 2 болады. Сонда мынандай шығады екен. Енді бұл теңдеудің түбірі бар, бірақ ол бүтін теңдеу бүтін емес, сондықтан дискриминант арқылы табамыз. Дискриминанты 2-ның квадраты 4, минус, мына минус пен плюс, 2 жерде 4-ге 8 болады, 4-ге 8-ді қоссақ 12 болады. Сонда x бірінші түбірді табатын болсақ, қараймыз, 2 плюс минус, 2 түбірасында 2, оны 2-ге бөлем. Сонда 1 плюс түбірасында 3 болды, содан кейін 1 минус түбірасында 3 деген екінші түбір шықты. 2 түбірі. Енді жаңағыдай 2/5-тің оң жағында жататын түбірін, міне 2/5-іміз үлкен сан ар жағында жатыр. Енді 3-тің арифметикалық квадрат түбірі жоқ, шамамен 1/7. Оған 1-ді қоссақ 2/7. Яғни ол 2/5-тің оң жағында жатады. Ал 1 минус түбірасында 3, ол 2/5-тің сол жағында жатады. Осы екеуінің ішінен біздің қарастыратын аралығымызда жататын түбірі мына сан болады. Ал екіншісі жатпайды. Сонымен не шықты? Жауабы біріншісі жағдайдан 4, екінші жағдайдан 1 плюс түбірасында 3 болды. Яғни осы жағдайда берілген теңдеудің шешімдері 4 және 1 плюс түбірасында 3 болады.